Дінімізде жанұя. Ислам діні қоғамның бақыты мен адам ұрпағының дені сау, салауатты жалғасуы үшін жанұяның қажетті екендігін білдірген. Осы себепті некені халал қылып, зинаны және зина жолы ашатын еркек қатынастарға тыйым салған. Әйелдерге ешбір діннің, ешбір жүйенің бере алмаған қадірін, мәртебесін берген. Расулаллах алейхиссаламның уәде хұтпасындағы насихаттарының бірінде әйелдеріңді жәбірлемеңдер, олар Аллах тағаланың сендерге берген аманаты, олармен жұмсақ, жылы мәміледе болыңдар, оларға жақсылық жасаңдар деп бұйырған. Тағы бір хадисте жаннат аналардың аяғының астында деп бұйырып әйелді қорғауда теңдесі жоқ мәртебе танытқан. Бірақ еркектер ислам діні бойынша жанұяның басшысы деп саналады және әйелдерге қарағанда жоғары дәрежеге ие. Хақ тағала әйелді еркектің қамқорлығына берген. Құран кәрімде еркектер әйелдердің басшысы және қорғаушысы деп бұйырылған. Сонымен қатар еркектердің әйелдерге қатысты шариғи ақылары болғаны секілді, әйелдердің де оларға қатысты ақылары, міндеттері бар. Жанұяның бақыты және әлеуметтік өмірдің тыныштығы жанұяны құрайтын әйел мен еркектің өз міндеттері мен жауапкершіліктерін біліп орындауларына байланысты. Жанұя ішінде әйел мен еркектің бір-бірлерін түсініп, сабырлы, кешірімді болулары жанұя бақыты үшін шарт болып табылады. Ерлі-зайыптылардың бір-біріне құрметпен қарауы және міндеттерін білуі жанұяның бақытына апаратын маңызды қағидалардың бірі. Жанұяда тәртіпті әке орнатады. Әке әділетті болса, жанұяда бақыт болады. Ақылды ерлі-зайыптылар бір-бірлерін ренжітпейді. Соңғы дәуірдің ислам ғұламаларынан Хусейн Хилми Ишик рахметуллахи алейх еркектің әйелімен қарым-қатынасы жөнінде былай деген: ақылды ерлі-зайыптылар бір-бірін ренжітпейді. Өмірлік жарын ренжіту жанұя бақытының бұзылуына себеп болады. Залым, жаман мінезді адамның өмірлік жолдасы тұрақты ренжи беруден жүйкесі тозады. Жүйке ауруына шалдығады. Жүйкенің тозуы мен түрлі аурулар шыға бастайды. Өмірлік жолдасы ауру болған адам құрыды деген сөз. Бақытының соңы келді, жолдасының қызметінен, көмегінен мағрұм қалды деген сөз. Өмірі оның дерттерін таңдаумен, оған дәрігер іздеумен, оған үйренбеген қызметтерді жасаумен өтеді. Бұл пәлекеттерге бітпейтін қиыншылықтарға әйелдің немесе күйеудің жаман мінезі себеп болады. Бұлардан ұзақ бақытты ұяның негізгі екі жақты күлімдеген жүзбен, жылы сөз және түсіністік пен кешірімділік. Ал бұларды дініміз әмір етуде. Бұларға мойынсұнған адам дүниеде де ақыретте де бақытқа қауышады. Жанұядан мақсат ұрпақты жалғастыратын балалар. Адамның өлгеннен кейін жақсылықпен еске алынуы үшін қоғамға пайдалы туынды немесе пайдалы ғылым немесе қайырлы бала-шаға қалдыруы керек. Барлық нәрсе ұмытылған күнде де бұларға ұмытылмайды және өлген адамның игі істерінің жалғасуын қамтамасыз етеді. Олай болса, баланы жақсы, үлгілі қылып жетілдіру әке-шешенің ортақ міндеті. Ана баласын тікелей өзі емізіп өсіретіні, үнемі жақсы мінезді үйретіп жүретіні секілді, бұлардың баспанасын, азық-түлігін, материалдық және рухани қажеттіліктерін қамтамасыз ету де ең алдымен әкенің міндеті болып табылады. Ислам діні мінез-құлық тәрбиесі мен ілімге қатты мән берген, надандық пен тәрбиесіздікті қайтарған. Сол себепті әрбір ата-ана баласына ілім, көркем мінез, тәрбие және діни міндеттерін үйретуі тиіс. Үйретпесе олардан жауапкершілік болады. Өйткені барлық бала жақсы көруді, жақсы көрінуді, құрметті осында үйренеді. Тәрбиені және жүйелі өмірге осында дағдыланады. Аллах тағалаға сенуді, пайғамбарға және сүйіспеншілікті отанға, ұлтына, салт-дәстүріне және әдет-ғұрыптарына деген құрметті осында үйренеді. Балалар 6 жасқа дейін адамдық ерекшеліктерін жанұядан алады. Сондықтан жанұяның ұқыпты, сапалы болуы өте маңызды. Жанұялық өмірдің жүйелі, дұрыс болуы, балалардың көркем мінез бен адамгершілік қасиеттері бойына сіңіріп өсулеріне ықпал етеді. Тәрбиелеу мақсатымен әке-шеше баласына қаталдық танытуы мүмкін. Бірақ бұл қаталдық жазықсыз баланың жүрегіне терең жара ашатын таяқ түрінде болмауы тиіс.
Шамадан тыс қаталдық таныту көпшілік балада өтірік айту әдетін, қулықты және әрекеттерінде тұрақсыздықты қалыптастырады. Әке-шеше ұл-қыздарын үнемі қадағалап отыруы керек. Әсіресе олардың жаман достардан ұзақ жүрулеріне мән беруі керек. Жаман дос баланың ең үлкен дұшпаны. Балалардың үлкені де кішісі де ата-анасына мойын сұну мен құрмет көрсетуде кемшілік етпеуі тиіс. Өмірдің түрлі қиындықтары мен зардаптарына төзіп балаларын өсірген ата-ана әрине құрметпен мойынсұнушылыққа лайықты. Құран кәрімде Аллах тағалаға мойынсұныңдар дегеннен кейін әке-шешелеріне мойынсұныңдар деп бұйырылған. Оларға уф деуге де тыйым салынған.